Қайырлы күн, қыз-келіншектер, сіздермен бүгін осындай майлы қазандар жуатын боламыз. Ол үшін бізге қайнаған суымызға осындай ас содасын саламыз. Видеода көргендеріңіздей, менің суымның мөлшері көп, сондықтан көп мөлшерде ас сода саламыз. Бір кеседей. Содан кейін күнделікті қолданыста жүрген кәдімгі ыдыс жуатын фейри. Сіздер қаласаңыздар, оның орнын порошокпен ауыстырсаңыз да болады, порошок салсаңыз да болады. Кәдімгі кір жуатын порошок. Сосын мен өзім аз мөлшерде белизна құямын. Көп құймаймын. Өйткені белизна шамалы қатып қалған майлы ыдыстарымызға тез еруіне көмектеседі. Жақсы алады майларды. 20-30 минутқа қойып қоямыз. Менің қазаным батпай тұрғандықтан жақтан кезектестіріп аунатып салып тұрмын. Уже еріп жатыр. Көп уақыт жұмсамайсыздар. Әрі көп күш жұмсамайсыздар. Жеңіл, осындай қырғышпен жеңіл алынып жатыр. Мен бұл әдісті өзім жиі қолданамын. Соны сіздермен бөлісіп жатырмын. Одан кейін мынандай ыдыс жуғышқа салып, әбден тазалап аламыз. Бұл өзі майлы ыдысқа арналғандықтан ішінде бәрі де май болған. Жеңіл кетіп жатыр. Екінші қазанымыз. Бұны да солай 20-30 минутқа қойып, әбден қырып, суға салғаннан кейін, 20 минуттан кейін өзі ериді. Бұны да солай бөлек алып, бір-бір жуып тазалап аламыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.